Сәлем достар, жаңа блогқа қош келдіңіздер. Бұл влогта менің бір күндік влогым болады. Bir күндік дегенде, мен бұл влогта оның алдыңға түскен кішкентай нарезкаларды салып тұрамын. Бірақтан, это неполноценный влог болады. Ол, может быть, мен кеше алдың күні болған, или ертең болған заттар болуы мүмкін. Біз бүгін концертке барамыз, және де концерт сағат 7-те басталады. Қазір сағат 3 болады. Маған үй жинау керек. Үйдің түрін көрсеңіздер. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Яғни, менің бір жерге барған, сыртта жүрген қызық болған сәттерімді айтатын боламын. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған көкелер шақырған, көкелерге айдей көкелер шақырған бірақ. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа тамам кеп болдым. Дәл үстек түгеш. Büyük öğretmen o? Müzik kesin çünkü örgüsü yaptır ama. Müzik kesinlikle. Aytım o katlı dep sanmışız yemin. Kaç bizim taksiye geldi, biz çıkıp para. Biz kayıtlar atırız. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Яғни, менің бір жерге барған, сыртта жүрген қызық болған сәттерімді айтатын боламын. A few minutes later. Да ладно. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Маған да солай сияқты реально. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Яғни, менің бір жерге барған. So cute. Бүгін сағат 11:50 4 август. Біз көшкісіз кейін сайын донерка барамыз деп шештік. Достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Яғни, достар, бұл видеода мен бір күндік влогымнан басқа, және де менің осы аптада қандай қызық болған оқиғаларым туралы айтатын боламын. Яғни, менің бір жерге барған, сыртта жүрген қызық болған сәттерімді айтатын боламын. Камераны түсем будем? Как будто все неравномерно падает.
Бірінші күні мен туысқандарыммен кафеге баратын болатынмын. Өйткені Алматыдан туысқандарымыз келді да, біз кафеге бардық. Ол кафеде мен өзіме тағамнан паста таңдаған болатынмын. Әнте басқа қызық болмады былай қарасаң. Ол екінші күні менің бір подругам өзінің туған күніне шақырған болатын. Караокеде біз қыздармен бірге өте қызық уақыт өткізген болатынбыз. Және де маған өте қатты ұнады. Біз қыздармен билеп, от души ән айтып, тамақ ішіп қайттық. Ол жерге мен летний двойкаға салған болатынмын, яғни үстіме жилетка, астыма шалбар кидім. Мен де уже августтың ортасы болғанда бізге кітап бере бастады. Мен осы жылы 9-шы сыныпқа көштім. Біз кітаптарымызды алып кетуге барғанбыз қыздармен бүткініміз. Біз кітап алып кетіп болғаннан кейін біз қыздармен көп көріспеген болатынбыз. Қыздармен көп көріспегендіктен донерға барып бір-біріміздің қалдарымызды білейік, сөйлесейік деп кафеге барып донер жеуге барған болатынбыз. Донеркадан шығып базарға қыздармен жүрген болатынбыз. Соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі бұл влогта концертке барған кезде шоу дронов, бізде бұл қаламызда ешқашан болмаған шоу дронов көретін боламыз. Және де бізде бүгін концертке Беркут пен Айша келеді. Беркут пен Айша кім десеңіздер, тау 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 таудан асып өтсем деген өлеңді білетін шығарсыздар. Сол өлеңнің авторлары осы кісілер болады. Осылай бір уақытта жыныма тиіп звондап тұратыны бар үй жиналатқанда. Бұл Get Ready With Me. Бұл Get Ready With Me. Мен уже концертке дайындала бастадым. Мен, если что, кожамды уже увлажнить етіп алдым. Бірінші тон жағатын боламын. Менде тон. Бұл Get Ready With Me. Мен уже концертке дайындала бастадым. Мен, если что, кожамды уже увлажнить етіп алдым. Бірінші тон жағатын боламын. Менде тон от Charlotte Tilbury. Шынымды айтсам, мен қазір Get Ready With Me қазақша түсіргенмен орысша шортсқа түсіріп отырмын. Шортсқа түсіруімнің себебі, менде қазір не то что YouTube видеоларымда, шортстарымда видео аз не істейді. Шортстарда более-менее видео көбірек просмотр алады. Ал YouTube'да көбіне шортста отыратын адамдар бұл орыстар деп. Бұл Get Ready With Me. Мен уже концертке дайындала бастадым. Мен, если что, кожамды уже увлажнить етіп алдым. Бірінші тон жағатын боламын. Менде тон от Charlotte Tilbury. Шынымды айтсам, мен қазір Get Ready With Me қазақша түсіргенмен орысша шортсқа түсіріп отырмын. Шортсқа түсіруімнің себебі, менде қазір не то что YouTube видеоларымда, шортстарымда видео аз не істейді. Шортстарда более-менее видео көбірек просмотр алады. Ал YouTube'да көбіне шортста отыратын адамдар бұл орыстар деп айтсақ болады. Сол себепті тек қана орысшаны орыстар ғана емес, және де
В общем, басқа ұлттар түсінетін болғанда маған придется түсіруге орысша деп айтсақ болады. Мен түсіруге ұмытып кеттім. Мен өзімнің консилеріммен тонымды араластыратын боламын. Өйткені мен консилерім бұрында идеально болатын, бірақ кішкене күйгендіктен топты консилерім слишком ақ болып кете ма, или я не знаю. Вот. Что консилерім осылай қолданатын боламыз. Мен консилерді жағатын жерлерім бұл көбіне осы жерім. Короче, максимально на жерімді я хочу осветлить. Мен мұрныма вообще тоналка дым жақпадым. Мен чисто тоналка мына жақтарыма ғана жағылады, ал консилер осындай жерлеріме жағылады. Еще біз қазір қасымыздағы формасын келтіретін боламыз. Мен гель для бровей қолданбаймын, бірақ формасын немен консилермен келтіремін. Шынымды айтсам, орысша түсу өте қиын. Өйткені мен камераға көргенме қарай қалсам, слишком қарау керек деп қалсам. Мен ақша болғанда қасымда қатты боямауға тырысамын, честно говоря. Все равно. Өзімнің бетімде ақша болғандықтан ба, кішкене, прям еще остатықтармен кисточкам. Прям сол өзі queen макияж шығады менде. Міне, почти қасым өзгермеген сияқты, но міне қасымда осылай формасын келтіріп алдым консилердің арқасында. Менің образым осындай образбен баратын боламын. Макияжым мен прическам тез істегеннен прям әдемі шықты деп айтамайын, но все равно. Жесткий шығып жатыр. Еще мен Ақнұрды күтіп отырмын. Короче, көкелдеп мен папаның ақша сұрап жатыр. Өйткені Ақнұрды теңіз біреулер алмаса жүре алмайды ғой. Біз, короче, барадық. Бізде сумушка бар. Сумушканың ішінде немного косметика бар. Көкеден имамадан ақша сұрап алды. Енді бізде почти. Дәл осы состав болып, жастар саябағына келіңіздер. Сағат 19:00-де ең алғашқы рет Талдықорған қаласына арналған ең үлкен дрон шоу болады. Дрон шоуды түсіріп алсаңыздар болады, және де ол кештің хедлайнері Бүркіт пен Аиша болады. Ертең сағат кешкі 7-де Open Air форматында өтетін болады. Жастар саябағында күтеміз. Ендеше бүгінгі және өздеріңізге қошеметтеп қоямыздар. Осылай келмейді. Түкілмен біз ситиға бара тұрық. Достар тез. Короче, концерт бітіп, түкіл сразу ситиға. Бөтшіп көткен оқымыз. Концерт қоймыз. Ситидан. Закатына енді ештеңке жетпейді, шынымды айтсам. Бірақ адам өте көп. Бірақ Сеймон күніне жетпейді екен. Өпсіздігіміз үшін өте полиция болды екен. Уже шашым беріп алған бет күтіп қалды. Именно су жақпен өткісі кеп баратыр. Шүкір. Шетке ет қалды, шүкір.
Instagram жасау үшін аябат таксима горизонтально. Ну, мә күшті. Біздің қала осындай әдемілікті қараңыздаршы енді. Бұндайға ешқашан. Бүркіт! Вау! Енді біздің ауамызға жететін ешқай қала жоқ деп ойлаймын. Бұндай шоу тұрамыз көрдіңіздер ма басқа жерде? Скажите, такая красота. Еще қыранда прям ұшып атқандай. Ну что, друзья, прямо Қарандар қазір тағы не істейтінді. Алма! Типа Алматы сияқты ма? Вау! I just had to let you know you're